Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Жеті жұрттың тілін біл». 5-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша. Яғни сабақтың басы ұйымдастыру кезеңімен бастадым. Сәлемдесіп түгендеп сынып ахуалын қалыптастырдым. Тіл туралы жазылған мақал-мәтелдер арқылы қима қағаздардан мозаика құрастырып, 3 топқа отырғыздым. Топ мүшелері құрастырған мақал-мәтелдердің мағынасын ашқызу мақсатында бүгінгі сабақ тақырыбымен, яғни сабақтың тақырыбымен ұштастырдым. Оқу мақсаты мен бағалау критерийлерімен оқушыларды таныстырып өттім. Топқа бағалау парақшаларын тараттым. Критерий дескрипторларымен таныстырып өттім. Яғни бүгінгі тақырыбымыз жеті жұрттың тілін біл болғандықтан, осы тақырыптың аясында критерий мен дескрипторлары құрылды. Мәтіндегі негізгі қосымша ақпараттарды түсініп анықтайды. Дескрипторы бірінші негізгі және қосымша ақпараттардың ерекшеліктерін ажыратады. Екінші негізгі және ақпараттардың ортақ белгілерін анықтайды. Мәтінді түсініп оқиды, мәтіндегі негізгі қосымша ақпараттарды анықтайды. Сабаққа негізделген оқу мақсаты, яғни оқылым, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды түсіну, анықтау. Осы мақсаттың негізінде сабақ мақсаттары. Барлық оқушылар орындай алады. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды түсінеді, анықтайды. Көпшілік оқушылар орындай алады. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды жетек сұрақтар арқылы анықтап, дәлелдемелер келтіреді. Кейбір оқушылар орындай алады. Мәтіннен негізгі қосымша ақпараттарды анықтауда сыни көзқарастарын білдіріп, өмірмен байланыстыра талдап айтады. Бағалау критерийі. Мәтіндегі негізгі қосымша ақпараттарды түсініп анықтайды. Анықталған ақпараттарға мәтіннен нақты мысалдар келтіріп, дәлелдемелер жасайды. Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаттарын құрастырдым. Барлық оқушылар орындай алады. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды түсінеді, анықтайды. Көпшілік оқушылар орындай алады. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды жетек сұрақтар арқылы анықтап, дәлелдемелер келтіреді. Кейбір оқушылар орындай алады. Мәтіннен негізгі қосымша ақпараттарды анықтауда сыни көзқарастарын білдіріп, өмірмен байланыстырып талдап айтады. Енді оқу мақсаты негізінде бағалау критерийлері жасалынды. Мәтіндегі негізгі қосымша ақпараттарды түсініп анықтайды. Анықталған ақпараттарға мәтіннен нақты мысалдар келтіріп, дәлелдемелер жасайды. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды түсіну, анықтау мақсатында оқушыларға белсенді оқу әдістерін пайдаландым. Бірінші, ой шақыру. Вен диаграммасы әдісі бойынша балалар топтық жұмыста өздерінің Вен диаграммасында қосымша ақпарат пен негізгі ақпараттардың ерекшеліктерін анықтайды, яғни соны түсінеді, ажырата алатындығын осы Вен диаграмма арқылы дәлелдедік. Негізгі және қосымша ақпараттардың ерекшеліктерін ажыратады, негізгі және ақпараттың ортақ белгілерін анықтайды. Бұл оқылмалды тапсырмалар болып саналады. Келесі белсенді әдісіміз ойлан, жұптас, талқыла әдісі. Яғни, мұнда балаларға мәтін таратылып беріледі, мәтінді оқи отырып, жұпта талқылайды, топта талқылап, мәтінді түсініп оқиды, негізгі қосымша ақпараттарды бұл жерде де оқыған мәтін бойынша ақпараттарды анықтайды. Анықталған ақпараттарға мәтіннен мысалдар келтіріп, дәлелдемелер айтылады. Топта түрлі деңгейде оқушылар болғандықтан, яғни кейбіреулер, мысалы, дарынды оқушылар сол қосымша ақпараттарды сыни тұрғыдағы көзқарастарын немесе қосымша мәліметтерді, қосымша ақпараттарды білгендерін, яғни өмірмен байланыстыра отырып дәлелдейді. Бұл яғни оқылым барысында орындалатын тапсырмалар. Келесі тапсырма ромдық жіктелім, яғни графикалық органайзер. Ромдық жіктелім әдісі графикалық органайзер. Оқушылар мәтін ішіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды осы ромдық жіктелім графикалық органайзерге түсіре отырып анықтай алады. Яғни ромдық жіктелім тәсілі менің оқу мақсатыма жетелейтін негізгі тапсырма болғандықтан, яғни сыныпта әртүрлі деңгейдегі, төмен деңгейдегі, орта деңгейдегі дарынды оқушылар болғандықтан, әрқайсысы өзінің деңгейінде осыны анықтайды.
Мысалы, мәтіндегі ең маңызды элемент, жеткілікті түрде маңызды элемент, онша маңызды емес элемент, ең бір маңызды аз элемент екендіктерін оқушылар осы ромтық жіктелім кестесіне салып, мәтіндегі, яғни ең маңызды емес элементтерді анықтайды. Енді бұл, яғни саралау әдістері болып табылады. Қолдауды барынша қажет ететін оқушыларға саралаудың тапсырма тәсілдерін қолдану арқылы мәтін ішіндегі негізгі қосымша ақпараттарды білдіретін ақпараттар жазылған парақшалар таратамын. Бір-екі сөйлем анықтау арқылы түсіндіріп кеттім. Қолдауды орташа қажет ететін оқушыларға саралаудың диалог және қолдау көрсету тәсілін қолданамын. Ол арқылы мәтіндегі ақпараттарды талқылау арқылы негізгі мен қосымша ақпараттарды анықтауына ықпал еттім. Қолдауды аз қажет ететін оқушыларға саралаудың қарқын тәсілі қолдану арқылы қосымша мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды пайдаланып өмірмен байланыстырып сөйлем құраттым. Мысалы, бұл жұрттың тілін біл тақырыбындағы тақырыбы кезінде қазақ халқымыздың жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім дегені бүгінгі өмірмен сәйкес келетіндігін дәлелдейді. Яғни, балаларымыз осы өмірмен байланыстыра отырып, қазір біздің елімізде де жалпы әлемде полиглот тұлғалардың бар екендігін, көп тілді білетін азаматтарымыздың өмірде бар екендігінен мысалдар келе отырып, өз ойларын ортаға салады. Атап айтар болсақ, мәскеулік 4 жасар қыздың 7 тіл білетіндігін оқушылар атап айтып өтті. Сонымен қатар Ауғанстандық оқушының, Гүлзат деген оқушының Қазақстанға келіп, осы қазақ тілінің керемет тіл екендігіне көзі жетіп, ол тілді сол бір бар махаббатымен үйренгенін, көп тілдің білудің өте бір адамға пайдасының зор екендігін балалар өздерінің ізденген тапсырмалар аясында осындай мәліметтерді қосымша ақпарат негізі ретінде атап түсіндіріп, яғни бір-бірімен ой бөлісті. Бүгінгі сабақта оқушылардың тақырып бойынша не білгендерін анықтау мақсатында білім қоржынына салып, балалар ауызша да, жазбаша да өздерінің рефлексиясын білдірді. Өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды, мен сабақты жақсы түсіндім, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген сияқты өздерінің қаншалықты білгендерін жазып та, ауызша да айтып берді. Оқушылардың оқу мақсатына жеткендігін дескрипторлар негізінде жасалған бағалау критерийлері арқылы анықтап, осылай оқушыларды бағаладым. Яғни, бағалау парақшасы оқушылардың өздерінде жеке-жеке таратылған болатын. Оның топ басшылары сол оқушыларды бағалау парақшасына аты жөндерін жазып, жеке-жеке әр тапсырма бойынша 1 балдан қойылып отырды. Әр тапсырмадан кейін оқушылар өздерінің кері байланыстарын жасап отырды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.